Ұлылардың достығы нағыз достық, алыптардың достығы деп айтсақ та болады. Қиын шақта бір-біріне сүйеу, ортақ іске қолдаушы болған жандар. Олардың қызығушылығы мен шығармашылығы да, өмірлік көзқарастары мен істеген істері де бір. Осындай адамдардың достығына қарап, нағыз достық қандай болу керек дегенге жауап табамыз. Әрі қандай адамдар бір-бірімен дос бола алады, достықтың заңы қандай екен, оны да түсінеміз. Қазақ хандығын құрған Керей мен Жәнібек хандардың достығы білдей бір мемлекеттің іргетасын қалаған ұлы достықтың бірі. Екеуі ағайынды аталас туыс болса да, алдыңғы орында ағайындық емес достығы бірінші тұрған. Керей сұлтан Жәнібекті өзбек ханы Әбілқайыр қарақшыларынан құтқарып ажалдан алып қалған екен. Кейін екеуі тізе қосып бас біріктіріп Әбілқайыр ханнан азат шығып, қалың елдің қамы үшін бөлек орда бөлек мемлекет құрады. Жетісу бойында қазақ хандығының туын тіккенде екеуі билікке таласып, бірінің жолын бір кескен емес. Жәнібек ағалық танытып Керейге жол береді. Жәнібек Керей хан дүние салғаннан кейін барып хан тағына отырған.